Қайырлы күн достар, арнама қош келдіңіздер. Менің есімім Әсел. Бүгінгі видеода лағманның осындай ерекше подливін жасайтын боламын. Сіздерге міндетті түрде ұнайды деп сенемін. Егер сіздерге видео ұнап жатса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Түсінбеген сұрақтарыңызды комментарий бөлімінде жазыңыздар. Міндетті түрде жауап беремін. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Сіздерге ұнайды деп сенемін. Лағманның түрі өте көп және оған қосылатын ингредиенттерді әркім өз қалауынша әртүрлі формада турайды. Формасына байланысты да лағманның дәмі әртүрлі болып шығатыны ол құпия емес. Ең алдымен мен етті осындай жұқа 4 бұрышты формада турап алдым. Және пиязды, тәтті балғар бұрышын, помидорды барлығын біркелкі формада турап алдым. Ингредиенттер мөлшерін отбасыларыңыздағы адам санына байланысты көбейтіп немесе азайтсаңыздар болады. Мен 4 порция шыққанға 6 дана тәтті балғар бұрышын алдым. Мен жасыл, сары және қызыл балғар бұрыштарын алдым. Себебі піскен кезде бұл әртүрлі түстер өзара үйлесіп, подливтің түсін ерекше әдемі қылады. Ірі 5 дана чеснок тышесін алып өстіп ұсақ етіп турап шықтым. Сіздер чеснок давкаларыңыз болса, сонымен де ұсатып алсаңыздар болады. Және де чеснокпен қоса тамаққа қосатын көкөністерді де алдын ала өстіп барлығын турап қойдым. Міндетті түрде сельдерей қосасыздар, лағманның басты дәмін келтіруші болып табылады. Және бетіне себілетін базилик немесе райхонды және укроп, петрушканың барлығын өстіп алдын ала турап дайындап қойдым. Кастрөлді отқа қойып, жарты кесе сұйық май құйып, майым қызған кезде туралған етті салып, еттің суы тартылып, қызыл болып қуырылғанша етті қуырып аламын. Қуырылған еттің үстіне туралған пиязымды салып, пиязды да 3-4 минут сәл ғана сарғайғанша қуырамын. Оның бетіне туралған дайын помидорды салып, помидорды да сәл суы тартылғанша оны да қуырамын. Содан соң үстіне 1 кесе жанду деген лағманға қосатын арнайы көкөністі салып қуырамын. Бұл көкөністі базардан көкөніс сататын жерден балғын түрін немесе тұздалған түрін алып қоссаңыздар болады. Жандуымыз жақсылап 4-5 минут қуырылғаннан кейін 1 ас қасық қызанақ салып, яғни томатный паста салып қуырамыз. 1 кесе салқын су құйып, татымына қарай тұз салып, етіміз піскенше жай отта қайнатамыз. Етіміз піскеннен кейін подливке жаңағы дайын болған туралған чеснокты, балғар бұрышын саламыз және де сельдерейді салып, балғар бұрышымыз сәл жұмсарғанша 10-15 минут баяу отта қайнатып аламыз. Менің подливімнің суы өте қатты тартылып кетті. Сондықтан мен үлкен кесемен жарты кесе қайнаған су құйдым. Міне біздің лағманымыздың подливі дайын болды. Түсі қандай әдемі, дәмі ерекше тәтті және иісі сондай мұрынды жарады. Лағманды міндетті түрде осы әдіспен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына 100% сенемін. Осындай лағманның подливіне дүкеннен дайын лапшаны сатып алып қоссаңыздар да болады. Және менің алдыңғы видеоларымда лағманның қамырын қалай созу керектігі туралы видео бар. Қажет болса соның сілтемесін видеоның астындағы описание бөліміне қалдырамын. Сол жерден таба аласыздар. Бүгінгі менің видео рецептім сіздерге ұнады деген ойдамын. Видео ұнаса, менің видеомен бөлісіңіздер. Осы видеоны бөлісу арқылы сіздер каналдың дамуына үлкен үлес қосасыздар. Сіздермен болған Әсел. Сау болыңыздар, арнада келесі кездескенше.